Бәріңізге сәлем. Сіздермен бірге кино бриф анасы. Бүгінгі видеода көретіндеріңіз 2020 жылы шыққан Мистер Лис и Мисс Роза киносы. Егерде қызық болатын болса, артыға жазылып лайк басып қойыңыз. Фильм көлікте жатқан Гао есімді жігітпен басталады. Ол тау арасында көлік апатына түскен. Оған ормандағы бір қыз қарап тұрады. Бірнеше уақыт өткен соң Гао есін жияды. Көліктен шығады. Күш қуаты жоқ, өте жаралы халде. Жүріп бара жатқан кезде ағаштың үстінен қыз түсіп, оны таспен талдырады. 8 сағат бұрын кезге келсек, Гао негізінен бағалы тастарды зерттеп тауып алады. Сана болса ол тастарды сатады. Син болса техникасын тексереді. Үшеуі сөйлесіп жатқанда, Гаоның көзі екі еркекке түсіп қалады. Ол түсіне бастайды, олардың кім екенін, маньяктар деп ойлайды. Сана және Синмен қоштасып, көлігіне отырып кетіп бара жатқан кезде, өзі ойлағандай артынан көлік қалар емес. Гао жылдамдықты қосып, оларды шатастыруға көшеді. Көлікті тоқтата алмай, тау арасына түсіп кетеді. Енді қазіргі кезге тоқталсақ, Гао оянады. Оның қасында қыз жатыр. Көзін ашқан Гао одан шошып сыртқа қарай шығады. Сыртқа шықса тек қана қыздарды көреді. Олар болса жабайы жануарларды аулап, еркектердің қызметтерін атқарады. Ал еркектер керісінше әйелдің қызметін істеп, киім жуып, балдарына қарайды. Сонымен қоса қыздар осы территорияны басқалардан қорғайды. Ал еркектер оларды күтіп, тамақ істеп қояды. Қалашық өте ерекше, себебі олар қаланы көрмеген, бұрынғы сана сезіммен қалып кеткен, гаджет технологияларды білмейді. Осы қалашықта тұратын адамдардың IQ-і өте төмен деңгейде. Гао және қасында жүрген Син есімді қыздың осы қалашықтың патшайымы екенін біледі. Бірақ бұл нәрсеге Гао сенбей, өтірікшісіңдер деп айтып жатқанда, Син оны ойланбастан итеріп жіберіп, қалың жіп арқылы оны іліп қояды. Сосын оны бамбуктан жасалған ағаштардан қамап тастайды. Оларға мен кінәсізмін, қалаға қайтқым келеді деп айтып жатты. Осы қаланы көріп келе Юнхэ есімді әйел Гаоға Синнің рұқсатынсыз ешқайда да бармайсың деді. Бірнеше уақыт өткен соң Гао Синнен жалынып, шығаруын өтініп, көлікке қарай бара берейінші деді. Син қатал болса да бұған келіседі. Екеуі көлікке келеді. Гао өзінің көлігіне құралдарды көре бастайды. Темір битаны тауып алып, өз көлігін сындыра бастайды. Бірақ көлікті сындырып жатқан кезде Синнің басына тиіп кетеді. Син есінен айырылады. Гао осы жағдайды пайдаланып, рюкзагын алып, орман арасына қашпақшы болады. Бірнеше минуттан кейін бензин ағып өрт болып кетеді. Синді тілсіз жау қоршап алады. Осы түтінді байқап қалған қалашықтағы адамдар бірден сол жерге қарай барады. Келе салып сумен отты басуда. Гао кетіп бара жатқан кезде адамдардың аянышты дауыстарын естіп, өзін кінәлі сезініп, қайтадан Синді құтқаруға барады. Өзіне 1-2 шелек су құйып, өрттің арасына кіріп, Синді құтқаруға көшеді. Синді алып шыққан соң көлік жарылып кетеді де, Син мен Гао суға құлайды. Келесі сценада Гао қайтадан қалашыққа келеді. Телефонның рюкзагын іштен тауып алады. Телефоннан өзінің сүйікті өлеңін естіп жатқанда, Син оның бөлмесіне кіріп қалады. Оның телефонынан қорқып сындырғысы келеді. Гао болса саған зияны болмайды деп сабырға шақырады. Ол өзінің наушнигін көрсетіп, екеуі бірге өлең тыңдай бастайды. Син әнді тыңдап отырып ұйықтап қалады. Гао ұйықтап қалған Синді төсекке апарып жатқызады және бөлмелерді көре бастайды. Өзінің қайтадан қаласына барғысы келіп, карта іздей бастайды. Өзінің бөлмесіне бағалы тасты көреді. Син оянған соң осы тасты міндетті түрде сұраймын деді. Келесі күні Син оған менің қайтыс болып кеткен анамның маған қалдырған сыйлығы деп айтып жатты. Гао болса осы сапфирді қатты алғысы келіп, ол өзінің заттарымен Синді алдап жатады. Себебі бағалы тасты қатты алғысы келеді. Бірақ Синға бәрібір, анасының берген сыйлығы өте қадірлі болды. Гаоға менің осы тасым бұл өмірдегі барым деп түсіндіреді. Гао болса абыржулы болып, оны алып кетсем бе екен дейді. Син оған күлімсіреп, түнге жақын ашық алаңға шақырады. Айға бірге қараймыз дейді. Гао келіседі. Син болса қуанып кетеді. Екеуі шөпте жатып айға қарап жатады. Қастарында ешкімде жоқ. Кенеттен Син Гаоға жақындайды. Гао түсінбесе оны итеріп жібереді. Синнің бетіне қарап қатты айқайлап жібереді. Сөйтсе олардың айға қарау деген сөзі махаббаттан ләззат алу екен. Сондықтан Син оған атылады. Гао қалашыққа жүгіріп келеді. Син оған жете алмады. Син оған қатты ашуланып, оны қайтадан абақтыға қамап тастайды. Гао болса оған айға қарау деген сөзді мен түсінбедім. Сөйтсе ол басқа мағына береді екен деді. Және біз жақта оны махаббат деп айтады деп түсіндіріп жатты. Син оны босатқысы келді, бірақ түнде абақтыда болсын деп кетіп қалады. Келесі күні оның достары Гаоны іздеп жатады. Оның көлігінің осы жерге құлағанын ескеріп, осы маңайда болады деп айтып жатты. Бірақ өкінішке орай Гаоны таппады. Келесі күні дронмен осы орманды қарай бастады. Бірақ магниттік өріс олардың дрондарын өшіріп тастады. Үйіне қайтқан соң оларға Лиан есімді әйел келеді. Себебі кезінде Гао мен бизнес жайлы құжатқа қол қойған екен. Ол құжатта Гао мен Лиан әр 15 күн сайын кездесіп отыру керек. Келісім бұзылса, оларды $60 миллион штраф күтеді екен. Гаоның жоқтығына 13 күн өткен. Лиан оны жай ғана көріп кету үшін келген. Достары болса оны осы жақын арада келіп қалады деп көндіріп жатты. Лиан бәрібір де сенбеді.
оларға тек қана 48 сағат қана берді Гаоны табу үшін. Қалашыққа келсек, Цин Гаоны орманға келеді және сезімін білдіреді. Оған шошқаның қанын төгіп үйленейік деді. Олардың көзінше бұл романтика болып саналады. Гао осы ісі үшін тағы да ашуланып кетіп қалады. Кетіп бара жатқанда тұзаққа түсіп қалады. Гао қайтадан кешірімін сұрап босатуын сұрайды. Цин болса сезімімді қабыл аласың ба деді. Гао амалсыздан келіседі. Қалашыққа бара жатқанда достарын қалдырып кеткен затын көреді. Осыны оқып достарын іздеп жатқанын көреді. Осы жерден тез кетуім керек деді. Осы түнде екеуі әңгімелесіп жатады. Гао оған келесі күні үйленейік деді. Келесі күні Гао Циннен осы орманнан шығу жайлы картасын сұрайды. Цин оған үңгірді көрсетеді. Осы үңгір арқылы қалаға жете алады екен. Цин оның бөлмесіне келіп, өзінің бағалы тасын сыйға тартады. Себебі келесі күні олардың үйлену тойы. Гао өзін кінәлі сезінсе де өзіне алып алады. Осы түні үйленудің бірінші дәстүрін жасап жатады. Содан соң Цин Гаоға тізерлеп өзінің сезімін білдіреді. Гао келіседі. Қалашықтағы адамдар махаббат жайлы өлең айтады, би билеп қуанады. Содан соң Гао шарапты барлықтарынан ішулерін өтінеді. Бұл шарапқа ұйықтататын дәрі қосылған білмеген халық оны ішіп алады. Бірнеше уақыттан соң барлығы дерлік ұйықтап қалады. Гао өзінің киімін киіп, заттарын алып қала жаққа беттейді. Орманды жақтан өтіп бара жатады. Содан соң Цин айтқан үңгірге келеді. Ойлана келіп қараңғы үңгірге кіреді. Келесі күні әзер дегенде үңгір жақтан өтіп қала жаққа келеді. Ол осы сәтті көріп қатты қуанып кетеді. Гао үйіне келген соң Лиян өзінің адамдарымен 48 сағат өтті деп келеді. Лиян екеулерінің Гаоның қайда екенін сұрап жатады. Бірақ олар оның қайда екенін білмейді. Осыны түсінген Лиян оларға контрактқа қол қоюын сұрайды. Яғни Гаоның үйін енді сендер жауапкершілікке аласыңдар деді. Сана бұған келіспеді. Лиян оларды бәрібір де көндіреді. Ашуланған әйел екеуін күзетші арқылы қорқыта бастады. Сананы мәжбүрлі түрде саусақ арқылы құжатқа қолын қояды. Бақытына орай Гао да келіп қалады. Дәл сәтіне келіп олардың тоқтатуын өтінеді. Цин осы моментті жібермей парақты аузына тыға бастайды. Гао мен Лиян осы жайлы сөйлесіп жатады. Жағдайды түсінген Лиян енді қайталанбасын, контракт сол күйі қалсын деп үйінен шығып кетеді. Олар кеткен соң бірден тамақтануға көшеді. Достар одан осы күнге дейін қайда болдың деп жатады. Гао қалашықтағы адамдарды сөзбен қорғап жатады. Олар былай жақсы өмір сүруге болады деп достарына өтірік айта бастайды. Тамақтан кейін оларға өзінің тасын көрсетеді. Олар таңғалып қалады. Себебі осындай үлкен көлемдегі сапфирді олар қаншама жыл бұрын көрмеген. Достарына сапфирді беріп, оның тексеруін өтінеді. Осы күні олар Гаоның қарттар үйіндегі Ван есімді көкесіне тағамдар әкеліп онымен ойнап жақсы уақыт өткізеді. Қалашықтағы адамдар оянған. Гаоны таба алмай жатыр. Таба алмаған Цин ренжіп, оны бағалы таспен қашып кетті деді. Өзіне күш алып, қалаға барамын деп шешті. Себебі Гаоны табуы керек. Көріпкел Юнхэ басында келіспей жатты. Ойлана келе Циннің көңіліне байланысты келіседі. Юнхэ басында мен сенімен барамын деп жатты. Үңгірге келген сәтте Цин өзім барамын деп өтінді. Юнхэ амалсыздан келісіп оған абай бол, сақ бол деп айтып жатты. Цин қаланы бірінші рет көреді. Ол Диан есімді көріпкелді байқап қалады. Ол телефон арқылы біреумен сөйлесіп жатыр. Диан өзіне қыз таба алмай жүр екен. Билеп тұрған қызға қарап оның қасына келеді. Диан Цинға қарап бірден қызығушылық арта бастайды. Компаниясын айтайын дегенде қыз қолынан теуіп жібереді. Сосын сабырға шақырып, бір-бірімен жақсы сөйлесе бастады. Цин Гаоның қалашықта тастап кеткен қолжазбасын Дианға көрсетеді. Диан карта арқылы оның қайда екенін көріп, қарттар үйінде отырған көреді. Қыз болса көлікті айдайын деп жатыр. Диан оны сабырға шақырып көлікке отырғызып қалаған жеріне апарам дейді. Екеуі қарттар үйіне келеді. Гао болса Цинді көріп қойып қашып кетеді. Шөптің артына тығылып Цин тауып алмаса екен деп отырады. Бірнеше уақыттан соң Гаоны таба алмаған Цин Дианмен қайтып кетіп бара жатқанда Гао жүгіріп қалады. Шөпке қараса сайқымазақ киімін киіп алып Гао кетіп қалады. Цин оның сыртынан таныған жоқ. Содан соң екеуі қарттар үйіне шығады. Диан болса сайқымазақтарды адам, жай ғана олар сондай киім киеді деді. Цин болса ойланып жаңағы киініп алған клоунды Гао деп ойлады. Дианнан қайтадан барайықшы деп көндірсе, Гао үйіне қайтып кеткен. Цин тағы да қатты ренжулі болды. Диан өзінің үйіне апарайын деп жатқанда Цин Гао келіп қалады шығар деп күтеді. Диан болса енді сені Гаоны ешқашан көрмейсің. Бұл қалашық емес үлкен қала деп түсіндіріп жатады. Цин келіспеді. Диан болса қаншама әдістер айтса да Цин жаңбырлы күнде Гаоны күтіп отыра берді. Гао өзін кінәлі сезініп, Цинді мен табуым керек деп көлігіне отырады. Достары болса жаңбырда қайда бара жатсың, үйге кір десе де, Гао қайтсем де Цинді табамын деп іздей бастады. Көлікте жүргенде Гао Цинді және оның қасында отырған Дианды көреді.
Екеуі жаңбырлы күнде бір-бірімен әңгімелесіп отыр. Гао әйнегін ашып, Синді шақырады. Син ашуланып оның жейдесін тартады. Гао қайтадан одан ұрмауын өтінеді. Өтірік болса оған жаңбырлы күнде адам ұруға болмайды деді. Син болса оған сеніп, оны көлігіне отырып алады. Диан болса қалып кетті. Өзінің үйіне алып келеді. Келген сәтте Син Гаоға ойына келген жасап қорқытады. Гао оны тыныштандырады. Син мүлде гаджеттерді көрмеген, өте қатты таңырқайды. Сосын одан бағалы тасын сұрайды. Гао алдандырып, оған торт көрсетеді. Син оның дәмін көргенде бағалы тасты ұмытып та қалады. Қарны ашқан Син оны жей бастайды. Тамақтанған соң бөлмені шаша бастады. Балықтарды да көрді. Арбалетпен теледидарға атты. Оны құбыжық деп ойлады. Гао болса оны сабырға қайтадан шақырады. Келесі күні Сана үйге кірсе үйдің быт-шыты шығып жатыр. Заттардың барлығы бүлінген. Син Сананың қасына келіп, лапшасын жеп тұрады. Сана болса оның лапшасын алып, сен кімсің деп сұрамақшы. Син ашуланып Сананың іс-әрекеті үшін оны жазалауға көшеді. Сана қорқынышпен айқайлауда. Гао осы айқайды естіп асыға қарай түседі. Сананы көреді. Оның үстін көрпемен байлап тастаған. Босатылған соң Сана ол кім деп сұрап жатады. Гао Сананы бөлмесіне апарып, мен жоғалып кеттім емес пе деп барлығын үтір нүктесіне айтып түсіндіреді. Сен қалашықтағы патшайым, сол қалашықта әйелдер басқарады, ал еркектер оларға көмектеседі деді. Сана басында оған сенбей жатты, бірақ арбалетті көрсеткен кезде бірден шындық екенін түсінді. Сен әйнек тоқылдаған не істейді? Дианды көреді. Диан есікті аш деді, бірақ Син есікті аша алмай жатты. Диан оған қалай істеу керек екенін айтып отырады. Барлық күшпен бұрап жатты. Дианға сындырған көрсетеді. Соңында ол аша алмағанына ашуланып, есікті сындырып тастайды. Диан болса шокта болды. Гао мен Сана бұл дыбысты естіп жүгіріп келеді. Не болды деп түсінбей жатты. Дианды көрген соң ашуланып, оның жағасын тартып, сыртқа қарай шығарады. Бірақ Диан үйден кетпеймін деп жатты. Синді жақсы көретіндей айтты. Гао болса қызғанып, ендігәрі осы үйге мүлдем келме деп орнына қойды. Син мен үйге кіріп кетті. Келесі күні Гао Синді киім сататын жерге алып келеді. Барлығын көрсетіп жатады. Син өзіне киімді көріп жатады. Гао болса оған киім таңдап жатыр. Син басқа киімді киіп жатқанда Гао Лианның осы жерге келе жатқанын көреді. Ол тығылып Лианды аңди бастайды. Син мен Лиан осы сәтте кездесіп қалады. Осымен серияларымыз аяқталды. Егер де жалғасын қаласаңыздар, арнаға жазылып лайк басып қойыңыздар. Өздеріңіздің белсенділіктеріңізді көрсетсеңіздер болғаны. Сіздермен бірге болған кинобриф арнасы. Келесі видеомызда көріскенше.